Пай, киелі неткен жер, сан шәкірт алдынан өткен жер, ұстаздар еңбекпен төккен тер, тәрбиенің талабын үйретіп, өнердің гүлдерін еккен жер, қияға самғаған шәкірттер, бұл жерге бір соқпай кетпеңдер. Бұл аймақ, бұл мекен, бұл жерде ғылымның шырағы жағылған, адалдық алқасы тағылған, әр түрлі өмірлік салаға шәкірттің әр қилы баулыған, талантқа тәңірдей табынған, білімде, өнерде, ғылымда талаптың тұлпары танылған, қысы мен жазы да көктемі, білімнің бұлжымас өткелі, алдында тек айқын болашақ, әр шәкірт жадында өткені. Соқпағын жойқын жел өкпегі, ұстаздар текке тер төкпеді, әр жүрек айнымас серт берді, білімнің тұлпарын ерттеді. Қараңыз, бәріңіз бұрылып, бұл деген Жангелдин мектебі. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Әлібек Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің іргетасы 1961 жылы қаланған. 64 жылдық тарихы бар білім ордасы аймақтағы білім беру сапасын арттыруға бағытталған өзіндік дәстүрі қалыптасқан білім ошағы. Мектептің негізгі қызметі Қазақстан Республикасының білім беру саласына қатысты нормативтік құқықтық актілерге, мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады. Мектептің басты миссиясы қоғам талаптарына жауап бере алатын, дүниетанымы кең, заман ағымына бейімделгіш, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу. Білім мекемесі оқушылардың зияткерлік әлеуетін дамытуға, олардың шығармашылық қабілеттерін ашуға, ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбиені жүйелі іске асыруға бағытталған. Мектептің стратегиялық мақсаты білім сапасын арттыру, оқыту мен тәрбиелеудің тиімді технологияларын қолдану, білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне қарай оқытуды ұйымдастыру және шығармашыл жауапкершілігі жоғары ұрпақ қалыптастыру. Әлібек Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектеп заманауи оқу жабдықтармен қамтамасыз етілген. Оқу кабинеттері интерактивті тақтамен, компьютерлік техникалармен, пәндік көрнекіліктермен жабдықталған. Мектеп құрылымында математика, орыс тілі, география, музыка, алғашқы әскери дайындық пәндері бойынша атаулы кабинеттер, информатика сыныптары, кітапхана және оқу залы, спорт залы және дене шынықтыру алаңы, робототехника, өнер, музыка және қолөнер бағытындағы үйірме бөлмелері бар демалыс орындарымен қамтылған. Осы инфрақұрылым оқу үдерісін сапалы ұйымдастыруға, оқушылардың жан-жақты дамуына мүмкіндік береді. Мектептің ұстаздар құрамы тәжірибелі педагог шебер, педагог зерттеуші, сарапшы, модератор педагогтерден құрылған. Педагогтер жаңартылған білім мазмұнын тиімді жүзеге асыруда, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда, заманауи оқыту технологияларын қолдануда белсенділік танытады. Республикалық халықаралық конференция спикері ретінде мектептегі жобаларға таныстырылым жасап, тәжірибелермен бөлісуде. Мектепте оқу үдерісі Қазақстан Республикасының білім беру бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады. Оқыту формалары мен әдістері оқушылардың жас ерекшеліктеріне, қабілетіне және психологиялық даму деңгейіне сай икемделген. Тәрбие білім шаңырағының темірқазығы. Патриоттық бағыт бойынша құрылған мың бала әскери патриоттық клубының 25 жылдық тәжірибесі басқа мектептерге үлгі болып, Ақтөбе қаласындағы 78-ші мектеп гимназиясы мен Шалқар аграрлық колледжімен меморандумға отырып, өзара кездесулер өткізілді. Шабыт жобасы аясында мектеп жанынан құрылған Бойтұмар театры бірнеше мәрте гастрольдік сапарға шығып, конкурстарға қатысып, жеңімпаз атанып келеді. Смарт бала жобасы бойынша робот құрастырушы команда батыс аймақтық чемпионатқа жолдама алды. Тоғызқұмалақшы оқушылар да, ұстаздар да облыс деңгейіндегі чемпиондар. Спорттық лигада баскетболшылар 2015 жылдан бері аудан намысын облыс республикада қорғап келеді. Мектепте түрлі клубтар, үйірмелер, шығармашылық топтар ұйымдастырылған.
олар оқушылардың қызығушылығын арттырып, қабілеттерін жан-жақты дамытуға ықпал етеді. Мектеп оқушылары аудандық, облыстық және республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадаларда, ғылыми жобалар байқауларында, өнер және спорт жарыстарына лайықты орындарға ие болып келеді. Бұл мектеп ұжымының кәсіби шеберлігін, оқу тәрбие үдерісінің тиімділігін және оқушылардың үздік білім деңгейін көрсетеді. Нәтижесінде Әліби Жангелдин атындағы мектеп республика көлеміндегі 100 үздік мектеп 2025 жылы облыс бойынша үздік мектеп атанды. 9 миллион грант иеленді. Әліби Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектеп сапалы білім беру мен тәрбиелеуді басты нысана еткен. Аудан көлемінде танымал, әлеуеті жоғары білім ордасы. Мектептің материалдық техникалық базасы, білікті кадрлар құрамы, дәстүрлі және инновациялық бағыттағы білім беру жұмыстары мекеменің тұрақты дамуына және жоғары нәтижелерге қол жеткізуіне негіз болады.